Баршаңызға сәлем. Бүгін керемет осында барлығын таң қалдырған салат дайындайтын боламыз. Алдымен менің YouTube каналыма жазылып, колокольчикті баса кетіңіз. Және де видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Егер де осы салатты істеп жатсаңыз, міндетті түрде пікір қалдыра кетіңіз. Алдымен қиярды 4 бөлікке бөліп, қиғашынан турап алатын боламыз. Негізінде осы қиғашынан тураған әдемі көрінеді. Сіз өз қалауыңыз бойынша 4 бұрышты етіп турасаңыз да болады. Келесі кезекте краб таяқшаларын да осылай қиғашынан етіп турап аламыз. Қайнатылған жұмыртқаның тек ағын қолданамыз. Ағында сарысынан ажыратып алып, қиғашынан турап шығамыз. Сарысын салаттың бетіне әсемдеуге қолдансаңыз болады. Консервідегі ананасты осылай кішкене бөліктерге турап шығатын боламыз. Ананасты турап болғаннан кейін консервідегі жүгерімізді қосып, кішкене шым-шым тұзбен майонезді қосып араластыратын боламыз. Салатымыз дайын болып қалды. Салатымызды жақсылап араластырып болдық. Міне жұмыртқаның сарысын бетіне әсемдеуге қойдым. Шөптермен немесе укроппен қолдансаңыз болады. Дайын болды, ас болсын.